Шымкентте халықаралық Варкамп 2022 ашық алаңы өтті. Шараға Азаматтық альянсы қауымдастығының өңірлік филиал директорлары мен өкілдері түгел қатысты. Сондай-ақ ақш, Өзбекстан, Тәжікстан, Қырғызстан елдерінің модераторлары арнайы шақыртылған. Шара аясында еліміздің үкіметтік емес ұйымдар секторын дамыту бойынша бірқатар жоба талқыға түсті. Сондай-ақ қатысушылар шаһарда ашылған үкіметтік емес ұйымдарға арналған орталық жұмысымен де танысты. Баркэмп Шымкент Түркістан 2022 деп. Бұл жерде жиналып отырған барлық республика көлеміндегі азаматтық альянстың басшылары әрбір өңірден келді. Бізде қазір 20 өңір, Қазақстанда 17 облыс, 3 қала, соның жаңа басшылары, өкілдері келіп отыр. Бұл жерде жиналған біздің себебіміз біріншіден жақында біз оның алдында Қостанайда болдық. Ол жерде бас қосып Нұр-Сұлтан қаласында болдық. Біріншіден өзіміз араласып, ол жерде керек жаңағы азаматтық қоғам қаншалықты дамып жатыр. Біз қандай үлес қоса аламыз? Ал енді бүгін әділетті Қазақстан, жаңа Қазақстан деп жатырмыз. Оның да мәселесін осында талқылап, біздің қандай көмегіміз бар? Үкіметтік емес ұйымдар, азаматтық белсенді азаматтар осы өзінің үлесін қалай қосуға мүмкін деп осы әңгімеге келіп отырмыз. Енді Шымкентте қазір 2 күн осында боламыз, сонан кейін 2 күн Түркістан. Айта кетсек, мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес жүзеге асқан жобада бірлестіктер мен түрлі ұйым өкілдеріне тегін кеңес берілуде. Бүгінде мегаполисте 1124 қоғамдық бірлестіктер мен 800-ден астам үкіметтік емес ұйымдар бар екен. Бір жыл бұрын ашылған орталықта заң кеңесшілері, психолог мамандары мен Кауэркинг орталығының жетекшілері түрлі ұйым өкілдеріне тегін қызмет көрсетіп, кеңес беріп келеді дейді шара ұйымдастырушылары. Жоба нәтижесі жөнінде ашық алаң аясында арнайы ақпарат берілетінін де айтуда. Ал Варкамп 2022 шарасы 4 күнге созылады деп күтілуде.